Ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыздар? Бүгін біздің ролигіміз песок жайлы болады. Алдында бір кісілер сұраған еді. Бұл песоктың жағылуы ешқандай қиындығы жоқ. Өзінің кисточкасы болады негізі магазиндерде. Бірақ қымбаттау тұрады ол. Бұлай обычный осындай кисточкамен жасай беруге болады. Бұл жерде цветін өзіңіз таңдап аласыз. Стена лажы болса краскіленіп тұру керек. Одан кейін осылай рамканың ішіне жасайтын болсаңыз, бумажный міндетті түрде ернеуіне жабыстырып қоясыз. И жағып кете береміз. Өзі дайын раствор. Бірінші кезде осылай өзіңіз фактураны таңдап алсаңыз болады, интернеттен қарап. Болмаса осылай жаға берсеңіз болады. Бұл жерде арасында майда песоктары болады. Бірінші осылай бір жағып шығамыз. Одан кейін бір квадраттай жерге жағасыз. Сол кезде ол кебе бастайды. Кепкеннен кейін екінші таза кисточка тұру керек. Сол кисточкамен өстіп тазартып шығамыз. Бұл жерде тазартқанда қалай? Бетінде песоктарды кішкене ығыстырып, бір жерге қатты топталып қалмау керек. Сол бойынша ырғау арқылы сүртіп шыққандай боламыз. Сонда песоктар әр жерге жабысып қатып қалады. Ал асты өзінің жылтыр материалы жылтырап көрінеді. Болды, міне осылай болады. Уже кепкен сайын астынан аттеніп береді. Сонда әдемі көрініс береді бұл. Ал видео ұнаса лайк басып, коммент қалдырып, ойларыңызды бөлісе отырыңыздар. Сіздерге де осындай жаңа үй, жаңа ремонтпен бұйыра берсін дегім келеді. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.